болашақтағы менің келінім амансың ба? Мен сенің болашақтағы қайнапаң болам. Мынау сенің болашақтағы күйеуің болады. Жаман емес, сен жерге қаратпайды. Көзі шояңпи, бет аппақ, бойда жақсы өсіп келе жатыр. Сен біздің үйге ұзатылып келгеннен кейін алаңсыз бол. Мен өзім суға жүзгенді үйреніп алам. Екеуміз бірдей өзенге ағып кетсек, мынау секіріп түсіп алды, мен сені құтқарады. Мен өзім жүзіп шығып кетемін. Қалың малыңнан алаңдама, аузыңнан шыққаныңды береміз. Той жасап келгеннен кейін тамақ жасағанды білмесең іштен кетпей. Тамақты мен өзім жасаймын. Егер де менің жасаған тамағым аузыңа жақпаса, онда сырттан өймей диялығып жесең де болады. Болмаса мынаны ертіп шығып екеуің сыртта шығып жекпесеңдер де болады. Тойдан кейін атам мен апамен бірге тұрам ба деп қорықпа. Сен ұзатылып келерден бұрын атаң екеуміз тырысып ақша тауып сендерге үй алып береміз. Егер де менімен бірге тұрғың келсе, онда бірге тұрамыз. Мен тамақтарыңды жасаймын, кірдеріңді жуамын, балаларыңды бағып беремін. Таңертең ерте тұрғың келмесе іштен кетпейді. Ұйықтап алаңсыз, ұйқың қанғанда бірақ тұр. Мен де сенімен бірге ұйықтап бірге тұрамын. Той жасағаннан кейін бала тумасаң да болады, іштен кетпейді. Бала туғың келсе туасың, туғың келмесе тумайсың. Қыз тусаң да, ұл тусаң да болады. Ойбай, ұл тумадың деп мен сенің басыңды ауыртпаймын. Тойдан кейін балаңды маған баққызғың келсе, мен бағып беремін. Егер де маған баққызғың келмесе, онда сырттан адам тауып баққызсаң да болады, ақшасын мен шығарамын. Той жасағаннан кейін ұзын сызсаң мынау жүреді, қысқа сызсаң тоқтайды. Егер де екеуің төбелесіп қалатын болсаңдар, атаң екеуміз қашанда сен жақта. Сенікі қате болса іштен кетпейді, келіндікі қашанда дұрыс. Егер де 4 күнге барғың келсе, мереке мейрамда, онда барып кел. Қанша күн жатсаң да болады. Мынаны ертіп алып екеуің бірге барсаң да болады. Болмаса мені ертіп алсаңдар да болады. Мен де құдағимен барып 1-2 күн әңгіме соғып қайтып келемін. Егер біздің үйге ұзатылып келгің келсе, қорықпай келе бер. Біз сені мен бау жегенге теңкі қыламыз.